Кез келген санды 10-ға көбейткенде, берілген санды жазып, оң жағына 0-ді тіркейміз. 10 саны болғаннан кейін, 1 0-ін оң жағына тіркейміз. Мысалы, берілген сан 23, оны 10-ға көбейткенде, 10 санында 1 0 бар, 23 берілген сан сол күйінде жазып, 10 санындағы 1 0-ін тіркейміз. Яғни ол көбейтеді деген сөз. 10-ға көбейткенде 230 шығады. Мысалы, 1-ді 10-ға көбейткенде, көбейтіннің мәні 10-ға тең. 10 мен 4-ті көбейткенде, мына берілген санды сол күйінде жазамыз. 10 санында 1 0 бар, соны тіркейміз. Сонда 10-ға 4-ті көбейткенде 40 екен. Одан кейін 10 мен 10-ды көбейткенде, екеуінде де 1-1 0-ден бар. Яғни, соңына 2 0 тіркейміз. Олай болса, 10 мен 10-ның көбейтіндінің мәні 100-ге тең. 2 мен 10-ды санды 10-ға бөлгенде, сол берілген санның оң жағындағы, яғни соңында тұрған 1 0-ді алып тастаймыз. Өйткені 10-ға бөлетін болғаннан кейін, оның 1 0-ін шегереміз. Мысалы, 80-ді 10-ға бөлгенде, соңғы оң жағындағы 0-ін шегеріп тастаймыз. Олай болса, 80-ді 10-ға бөлгенде 8 шығады. Мына соңғы 0-ін, оң жағындағы 0-ін шегеріп алып тастадық. 10-ды 10-ға бөлгенде 1 шығады, яғни сол берілген санның соңғы оң жағындағы 1 0-ді алып тастаймыз, кейінге шегереміз. 40-ды 10-ға бөлгенде соңғы 1 0-ін шегеріп алып тастадық, сонда 4 сол күйінде жазылады. 100-ді 10-ға бөлгенде де 10 санында 1 0 болғаннан кейін, 100-дің берілген 100 санының соңғы 1 0-ін шегеріп алып тастаймыз. Сол кезде 100-ді 10-ға бөлгенде 10 шығады. Мына жердегі 1 0-і қысқарып қалды. Яғни алып тастадық 10-ға бөлетін болғаннан кейін. 20-ны да 10-ға бөлген кезде соңғы оң жағындағы 1 0-і қысқарады. Олай болса 2 сан шығады. Кез келген санды 100-ге көбейткенде, сол берілген санның оң жағына 2 0-ді тіркеп жазамыз. Мысалы, 7-ні 100-ге көбейткенде, мына берілген санды сол күйінде жазамыз. 100-де 2 0-ді оң жағына соңына тіркейміз. 7 көбейту 100, көбейтіндінің мәні 700. 2 0-ін тіркедік. 100-ді 36-ға көбейткенде, берілген сан 36-ны жазамыз сол күйінде. 100-де 2 0 болатындықтан, оң жағына соңына 2 0-ін тіркейміз. Олай болса, 136-ға көбейткенде 3600. Санды 100-ге бөлетін болсақ, сол берілген санның соңындағы 2 0-ін кейінге шегеріп алып тастаймыз. 100-ге бөлетін болғандықтан 2 0-ін алып тастаймыз. Яғни 2 0 жазылмайды. Мысалы, 2500-ді 100-ге бөлгенде 2 0-ін қысқартып кейінге шегереміз. Яғни 2 0-ін қысқартып кейінге шегергенде 25. Дәл осылай 300-ді 100-ге бөлгенде соңғы оң жағындағы 2 0-і қысқарады. Алып тастаймыз. Олай болса 3 деген сан шығады. 6-шы есептің асы. Шарты шешуі жауабы. Шарты. Келтек ағаштың ұзындығы 10 см, тақтай 400 см. Тақтай келтек ағаштан қанша есе ұзын? Шешуі
400 сантиметр тақтайды жазамыз. Келтек ағаш 10 сантиметр. Есе ұзын, яғни салыстырмалы сұрақ бұл есепте беріліп тұрғаннан кейін мәтіндік есепте біз бөлеміз. Айырмашылығын сұрап тұрса, 400 сантиметрді 10 сантиметрге бөлеміз. Санды 10-ға бөлгенде, онда 1-0 болатындықтан сол берілген санның оң жағындағы 1-0 қысқарады. Олай болса, 400 сантиметрді бөлеміз 10 сантиметрге, 40 сантиметр. Жауабы тақтай келтек ағаштан 40 сантиметр ұзын. 6-шы есептің әсінде шарты келтек ағашының ұзындығы 10 сантиметр. Тақтайдың ұзындығы 400 сантиметр. Тақтай келтек ағашынан қанша сантиметрге артық? Яғни салыстырмалы сұрақ. Олай болса, айырмашылығын сұрап тұрса, біз азайтамыз. 400 сантиметрден 10 сантиметрді азайтамыз. 400-ден 10 сантиметр азайтқанда 390 сантиметр. Яғни 3-тан балсан шығады. Жауабы тақтай келтек ағаштың ұзындығынан 390 сантиметрге артық. Осылайша айырмашылығын тауып аламыз. Мәтіндік есептің шартында, яғни берілісінде есе артық десе көбейтеміз, есе кем десе бөлеміз. Ал егер бұл қарағанда есе артық десе бөлеміз, бұл қарағанда есе кем десе керісінше көбейтеміз. Бұл жанама есеп болып табылады.